Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында шоколадный майдан сүзбелі пирог дайындайтын боламын. Алдымен заттарын дайындап алдым. Қант, ұн, жұмыртқа 2 штук разрекетел. Ыдысымды дайындап алдым. Енді осы ыдысыма майымды салатын боламын. Үй температурасында кішкене еріңкіреп тұрған. Бұны белкамен араластырамын. Бұған қант қостым баршынына. Бір тал жұмыртқамды қостым. Онымды сеткіден өткізіп қосамын. Бұның ішіне бір қасық разрекетелін қосып араластырып, сеткіден өткіземін. Кішкене миксерлеймін де. Сосын қолмен елейтін боламын. Қолмен елеген жақсы шығады. Жылтырап, жайлап, ұн қосамын, қолға жабыспау керек. Енді бұны салпаңа салып, холодильникке салып қойдым 20 минутқа. Енді творогымды, қантымды, сметанамды қосып араластырып, миксерлеп, оған ас қасықпенен тамақ жетін 2 қасық қана ұн қостым. Бірігу үшін. Бұны енді миксерлеп жатырмын. Творог ірі болып келеді кейде домашний. Сол ірі болып қалмас үшін миксерлеймін. Енді қамырымды алып, бұны 2 бөлікке бөлемін. Біреуін үлкенде қыламын. Қолмен өсейтіп сәл үлкейтіп, формама салатын боламын. Формамның ішінде тегістеп, өсейтіп, үлкейтіп, іші толғанша өсейтіп қолмен басып шығамын. Қалған кішкентай қамырымды бөліп алып, шет-шетіне жапсырып шығамын, біріктіріп. Мен бұдан да тегістеу болу үшін осындай табақпен басып аламын. Қалғанын шет-шетін белкаменен түзеп жіберемін. Енді бұған сүзбемді құямын. Бетін тегістеп, духовкаға салып алам 200 градусқа. Енді міне пісті. Осы шет-шеті міне күймейді, әдем болып піседі өзі. Шоколадный қоңыр болғаннан кейін бұны 2 сағатқа суытып аламын салқын жерде. Кессем болмайды бұны сразу. Сүзбе ағып кетеді. Міне 2 сағат өтті. Суып дайын тұр. Бұны енді қалыптан шығарып, кесемін. Бұл көтерілді. Міне кесіп көрсетемін. Іші қалай болғанын. Үй жағдайында жасап көріңіздер, жасап беріңіздер балдарға. Қоңыр майдан цветті күшті болып шығады осындай. Песочный болып наны.
күшті болып пісті. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Ас болсын. Үй жағдайында жасауға болады. Көп зат кетпейді бұған, міне. Іші де жақсы піскен. Рахмет.